Материалдық әл-ауқат біздің өміріміздің ажырамас бөлігі. Өмірде тұрмысы жақсы, әл-ауқаты жоғары болып өмір сүруде, отбасын қамтамасыз ете алмау да кездеседі. Байлық та, кедейлік те сынақ. Алайда көпшілік материалдық деңгейінің жоғары болуын қалайды. Есесіне кедейліктен қашады. Дегенмен кедейліктен ешкімде сақтандырылмаған. Қасиетті Құранда былай айтылған: әрине сендерді қауіп-қатер, ашаршылық және малдардан, жандардан, сондай-ақ өнімдерден кеміту арқылы сынаймыз. Сабыр етушілерді қуандыр деген. Кез келген сынаққа Алла тағала хайыр берген. Егер Алла тағала сізден бір нәрсені алар болса, бұл тек оның қалауымен болған, әрі мұнда әділетсіздік жоқ екендігін ұмытпаңыз. Хадисте кедейлер жұмаққа байлардан 500 жыл бұрын кіреді деп келгендей, кедейліктің де керегі бар. Басқа нығметтер сияқты материалдық игілік те Алла тағаланың бергені. Кедейліктен, мұқтаждықтан құтылу үшін әрекет ету де Аллаға ғана тәуекел етіп, тек адал жолмен ұстамдылық таныта отырып амал ету қажет. Әрі қаражат табуда кездесетін түрлі күнәлар мен әділетсіздікке жол бермей нәпақа іздеу керек. Тапқан мал-мүлікті тек адал қажеттіліктерге жұмсау міндет. Алла елшісі, оған Алланың салауаты мен сәлемі болсын, егер кімде-кімнің басына кедейшілік орнап, одан құтылу үшін адамдардан көмек сұрар болса, ол еш қашан бұл кедейліктен арылмайды. Ал егер кімде-кім көмек сұрап, Аллаға жалбарынар болса, онда оны Алла жылдам өлу жолмен, не болмаса тезірек баю жолмен байытады деген. Егер адамның басына кедейлік тауқыметі түссе, онда ол хадисте айтылғандай әрекет ету керек. Алла елшісі, оған Алланың салауаты мен сәлемі болсын, хадистердің бірінде былай келген: егер Алла құлдарының бірі бақытсыздыққа ұшырап, бұлай айтар болса, шынында біз Аллаға тәнбіз. Асылында қайтадан оған ораламыз. Уа Алла, менің бақытсыздығымды хайырлы етіп, маған бұдан да жақсы нәрсе берші десе, Алла тағала міндетті түрде қиындыққа душар болған адамға хайыр беріп, оған одан да жақсы нәрсе нәсіп ететін болады. Алла ризық беруші, мейірімді әрі қайырымды. Алла тағаладан ризығыңызды көбейтуін, хайырлы болар ауқаттылық сұраңыз. Пайғамбарымыз, оған Алланың салауаты мен сәлемі болсын, кімде-кім Алладан бір нәрсе сұрар болса, алдымен Аллаға мадақ айтып, оны дәріптесін. Содан кейін пайғамбарымызға салауат айтып барып, қана өз қалаған сұрасын деген. Ал басқа бір хадисте, кімде-кім Алладан бір нәрсе сұрар болса, өз тілегінде табандылық танытсын, әрі былай айтпасын: уа Алла, егер қаласаң, осыны маған нәсіп етші. Асылында ешкім Алланы мәжбүрлей алмайды делінген. Кедейліктен құтылуға арналған дұға. Уа Алла, жеті көк пен ұлы аршының жаратушысы, біздің қарызымызды төлеп, бізді кедейліктен құтқара көр. Я Алла тағалам, отандастарымызды кедейлік тауқыметінен айырып, өзің разы болатын кәсіппен айналысуымызды нәсіп еткейсің. Әмин.